Қайырлы күн оқырмандар, ана тіл сабағы 82-ші сабақ. Бүгінгі тақырыбымыз заттың сынын білдіретін сөздер. Бірінші жаттығу, мәтінді түсініп оқы. Тігінші құс. Құйрығы ұзын кішкентай құстың ұя салуы ерекше. Ол екі үлкен жапырақты беттестіріп, жиегін тігіп шығады. Оның ішіне мамық түсейді. Жапырақты тігу үшін жіпті пайдаланады. Жіпті мақтадан немесе өсімдік мамығынан иіреді. Осылайша ұя дайын болады. Тігінші құс Үндістанда мекендейді. Қарлығаш хрестоматиясынан алынған екен балалар. Кішкентай құс ұясын қалай салады? Ұя тігу үшін нені пайдаланады? Бұл құсты неліктен тігінші құс деп атайды? Тігінші құс қайда мекендейді? Осы сұрақтарға жауап береміз балалар. Бұл сұрақтардың жауабының барлығы жаңа оқыған біздің мәтінімізде бар екен. Жақсы балалар, келесі екінші жаттығуға назар аударайық. Орнына ауыстырылып берілген сөйлемдерден мәтін құрап жаз дейді. Ол өте өнерлі адам. Менің анамның аты Назгүл. Анам бізді ісмерлікке баулып келеді. Сөйлем орындары ауыстырылып берілген екен. Содан мәтін құраймыз балалар. Менің анамның аты Назгүл. Ол өте өнерлі адам. Анам бізді ісмерлікке баулып келеді деп сөйлемдерді орнына дұрыс қояды екенбіз. Қандай сұрағына жауап беретін сөзді тап дейді. Қандай? Өнерлі. Менің анам қандай? Ол өнерлі. Және неге баулып келеді? Ісмерлікке баулып келеді. Яғни қолынан бір іс келетінге жаңағы пысық болуға баулып үйретеді екен. Үшінші жаттығу. Меңзер бағыты мен тігіншінің ережесін тауып жаз дейді. Бұл жерде 7 рет өлшеп, 1 рет кес деген сөз шығады екен балалар. Яғни әр нәрсені істер кезде ойланып, барлық жағынан осы дұрыс па, дұрыс бола ма деген сияқты аңғарып барып, соңында нақтысын шешіп істеу керек екен. Жақсы, төртінші жаттығу, көйлектің сынын білдіретін сөздерді тауып айт дейді. Көйлек мысалы қандай? Әдемі. Көйлек қандай? Көйлек көгілдір. Көйлек қандай? Кең. Көйлек қандай? Ұзын деп заттың сынын білдіретін сөздерді айтсақ болады екен, балалар. Жақсы балалар, сау болыңдар. Каналға жазылып, міндетті лайк басуды ұмытпаңдар. Сау болыңдар балалар.